үш нәрсе ешқашан қайтып келмейді: сөз, уақыт пен мүмкіндік. Сондықтан уақытты босқа өткізбеңіз, сөзіңізді таңдаңыз. Және мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Артыңыздан біреу түкірсе, бұл сіздің олардан озып кеткеніңізді білдіреді. Қолымнан келеді дейтін адам мен қолымнан келмейді дейтін адамның екеуінікі де дұрыс. Көршінің шатырында көп қар жатыр деп сынама, өзіңнің. Есігің лас болса, адамды мақтаған оның жауы. Оның кемшілігін айтқан адам оның жанашыры. Сіз ойларыңызды бақылаңыз, олар сөздерге айналады. Сөздеріңізге назар аударыңыз, олар әрекеттеріңізге айналады. Әрекеттеріңізді бақылаңыз, олар сіздің әдеттеріңізге айналады. Әдеттеріңізді бақылаңыз, олар сіздің мінезіңізге айналады. Мінезіңізді қадағалаңыз, бұл сіздің тағдырыңызға айналады. Аз нәрсемен үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. Егер айтуға болатын нәрсе үнсіздікке қарағанда жақсы болмаса, онда үндемеу керек. Өзіңізге жасағанын қаламайтын нәрсені басқаларға жасама. Білім бұл қазына және тәжірибе. Оның кілті. Жаман әдеттерді бүгін ғана жеңе аласыз, ертең емес. Кім біледі, айтпай. Кім айтса да білмейді. Жоғалтатын ештеңесі болмаған адамға сенуге болмайды. Көп сөйлейтін адам сәтсіздікке ұшырайды. Өмір шынымен қарапайым. Бірақ біз қиындатуды талап етеміз. Мүмкіндіктер пайда болған сайын көбейеді. Әр қайсымыздың ішімізде екі қасқыр соғысып жатыр. Біріншісі жамандық, екіншісі жақсылық. Қай қасқыр жеңеді? Сіз қайсысын тамақтандырасыз? Сен дүниеге келгенде жыладың, бірақ әлем қуанды. Өлгенінде дүние жылап, сен қуанатындай өмір сүр. Білімді емес, даналықты ізде. Білім өткендікі, даналық болашақтікі. Ер жүрек бір рет өледі, қорқақ көп рет өледі. Тамақ жеген құс аш құспен ұша алмайды. Әрбір тәтті тамыр тәтті шөпті туа бермейді. Адам табиғаттан алшақтайтын болса, оның жүрегі қатып қалады. Сөйлемейтін адамнан үрмейтін. Иттен сақ бол. Қуанышымыз үстірт, қайғымыз терең. Шындықты айту үшін көп сөздің қажеті жоқ. Егер адам жыландай дана болса, ол көгершін сияқты зиянсыз болуы мүмкін. Жүректен сұрақ қойыңыз, сонда сіз шын жүректен жауап аласыз. Сіздің өміріңіздегі ең маңызды екі күн сіз туылған күн және оның себебін білетін күн. Ешқашан ақымақ адамдармен ұрыспа. Ешқашан ақымақ адамдармен ұрыспа, олар сізді өз деңгейіне түсіреді, содан кейін сізді тәжірибемен қиратады. Егер шындықты айтсаң, ештеңені есте сақтаудың қажеті жоқ. Шындықты бетіне дымқыл орамал сияқты тастамай, пальто сияқты беру керек. Өлгенімізде тіпті жүргізушінің өзі өкінетіндей өмір сүрейік. Әр адам және оның ешкімге ешқашан көрсетпейтін қараңғы жағы бар. Достарың жас көрінетініңді айтып мақтай бастағанда, бұл сіздің қартаюыңыздың сенімді белгісі. Денсаулық туралы кітаптарды оқығанда абай болыңыз. Сіз қатеден өлуіңіз мүмкін. Қуаныштың толық құнын алу үшін оны бөлісетін адам болу керек. Күнделікті өзіңіз қаламайтын нәрсені жасаңыз. Бұл өз міндеттерін ауыртпалықсыз орындауды әдетке айналдырудың алтын ережесі. Ашу бұл ыдысқа құйылатын барлық нәрсеге қарағанда, ол сақталатын жерде көбірек зақым келтіруі мүмкін. Қышқыл. Ешқашан ақымақпен ұрыспаңыз, аудитория айырмашылықты байқамауы мүмкін. Адам жақсы көру үшін көп нәрсе жасайды, қызғану үшін бәрін жасайды. Әжімдер күлімсіреген жерді көрсетуі керек. Аштан өлген итті алсаң, оны күлдендірсең, ол сені тістемейді. Бұл ит пен адам арасындағы негізгі айырмашылық. Мен кәрі адаммын, көп қиыншылықтарды білдім, бірақ олардың көпшілігі ешқашан болған емес. Мейірімділік саңырау еститін, соқыр көре алатын тіл. Оқымайтын адамның оқи алмайтын адамнан артықшылығы жоқ. Банкир сізге қол шатырын беретін адам. Күн жарқырап тұрғанда, бірақ жаңбыр жауа салысымен оны қайтарғысы келеді. Өлім қорқынышы өмірден қорқудан туындайды. Адамзаттың бір ғана нағыз тиімді қаруы бар, күлкі.
Ақшаның жоқтығы барлық жамандықтың тамыры. Таңертең ең алдымен тірі бақаны жеңіз. Күннің қалған бөлігінде саған одан жаман ештеңе болмайды. Толық өмір сүретін адам кез келген сәтте өлуге дайын. Өлім төсегімізде өкінетін екі нәрсе бар: жеткілікті жақсы көрмегеніміз және жеткілікті саяхаттамағанымыз.